Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қанбаева Айнұр Сейтқалымқызы. Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы Еуразиялық одақ, болашақтың стратегиясы, тілдік нормалар. Сабақтың мақсаты мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақалалардағы мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды қолдану, ойды, ақпаратты, идеяны дұрыс жүйелей білу, логикалық және стильдік түзетулер енгізу. Бүгінгі сабаққа алынған мәтін Еуразиялық одақ болашақ стратегиясы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзінен алынған. Жалпы Еуразиялық одақ дегеніміз бұл экономикалық бірлестік, яғни ел болашағы үшін, елдің экономикасы үшін, елдің дамуы үшін, елдің көркеюі үшін нағыз таптырмас одақ. Еуразиялық одақ дамудың еуроатлантикалық және азиялық ареалдарын қосатын мықты буын ретінде қалыптасуы тиіс дейді. Бүгінде ел экономикасын дамуда Еуразиялық одақ құрылды. Еуразиялық одақ елдің бірлігін, ынтымақтығын арттыруда өз зор үлесін қосып келеді. Бұл мәтінде Еуразиялық одақ құрылғаннан кейін елдің мықты буын ретінде қалыптасатындығы, біртұтас экономикалық кеңістіктің Еуропалық одақпен, Қытай Халық Республикасымен, Жапония мен Үндістанмен арадағы ынтымақтастық кеңейту өзара тиімді. Осы мәтінмен алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші, мәтінмен жұмыс. Жалпы Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа қосылуының тиімді жақтары мен кері әсерін кесте түрінде толтырыңыздар. Кестенің бірінші жағына, яғни Еуразиялық одаққа қосылғандағы тиімді жақтар, екінші жағына оның елге тигізетін кері әсері туралы кестені толтыратын боламыз. Өзіңізге қосымша материал ретінде жоғарыда берілген сілтемені қарай отырып, Еуропалық одақ туралы бейнематериалды қарай отырып, тапсырманы орындауыңызға болады. Келесі, манағы біз оқып айтып талдап кеткен мәтіндегі қарамен берілген сөздерді теріп жазасыздар. Сол алған сөздеріңізді сөздіктің көмегімен мағынасын ашыңыздар. Мен сіздерге оңай болу үшін мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді тауып жазып қойдым. Жаһандық экономикалық бірлестік, модернизация, перспектива, дамушы елдер, табиғи ресурстар, перифериялық экспорттаушы, ареалдар, заманауи көліктік логистикалық жүйе. Осы сөздерді сөздіктің көмегі арқылы мағынасын ажыратып жазасыздар. Келесі біздің практикалық тақырыппен, теориялық тақырыппен қоса практикалық тақырыбымыз да бар. Ол грамматикалық норма деп аталады. Әдеби тіл дамыған сайын оның грамматикалық құрылысында біркелкілік, бір ізділік үстем бола береді. Оның сипат, сымбаттылық қасиеті арта түседі. Қазақ тілінің грамматикалық амал тәсілдері, тұлғалары, құрылу тәртібі белгілі бір қалыпқа түсіп, жұртқа әбден дағдылы болған. Сөз таптарының, сөз тұлғаларының, сөйлем құрылысының алуан түрлі бөлшектері қиюын тауып қалыптасып кетеді. Грамматикалық құрылыстың сол қалпын грамматикалық норма дейміз. Алайда сол грамматикалық нормаларда грамматикалық ауытқулар болып тұрады. Мысалға, ескі беше отырман бос мақалдап,
ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Бұл жердегі отырман мен тұрман грамматикалық нормадан ауытқып кетіп тұр. Яғни отырмаңыз, тұрмаңыз деген грамматикалық нормадағы сөздер ауытқушылыққа ұшырап тұр. Мысалға, кел балары оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Бұл жерде оқылық пен тоқылық грамматикалық ауытқуға ұшыраған. Мысалы, кел балалар оқыңыздар, ықылас пен тоқыңыздар деген сөз грамматикалық ауытқуға ұшыраған. Енді осы грамматикалық ауытқу, яғни грамматикалық нормаға сай тапсырманы орындаңыздар. Бұнда грамматикалық нормаға сай келмейтін сөздерді табуымыз керек. Бәріңіз бір-бір бедеу мініпсіңіз, ойын күлкі сәулетпен жүріпсіңіз. Жібек сұлу дегеннің аулы жақын, бар еді балам қандай жұмысыңыз деген Қыз жібек жырынан алынған жыр жолдарында грамматикалық нормаға келмейтін сөздер бар. Әрине, мысалға, мініпсіңіз деген сөз грамматикалық нормаға сай келмейді. Бәріңіз бір-бір бедеу мініпсіңдер деп грамматикалық нормаға сай айтуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Сонымен қатар жүріпсіңіз деген сөз грамматикалық нормаға сай келмейді. Келесі, жібермен қызыл түлкі, алдымда тау тұрса да тайынбаған. Бұл жерде жібермен грамматикалық нормаға сай келмейтін сөз. Мекен іздеп жігіттер келкетелі, ортасында көктөбе белгетелі. Азаматтар жалықпай тыңдасаңыз, қозы көрпеш баянды сөз етеді. Яғни қозы көрпеш баян сұлу жырынан алған жыр жолдары бұл жерлерде де грамматикалық нормаға сай келмейтін сөздер бар. Әрине, кетелі және белгі етелі деген сөздер, яғни келіп кетеді, белгі етеді деген грамматикалық нормаға сай сөздер өзгеріске ұшырап тұр. Келесі тапсырмамыз, яғни ойын ретінде деп айтуымызға да болады. Бұл әркімнің шапшаңдығын дамытуға көп әсерін тигізеді. Тобын тап дейді. Мен екі кестеге бөліп қойдым: грамматикалық ауытқулар және лексикалық ауытқулар. Бұл сөздердің ішінде грамматикалық ауытқуға ұшыраған сөздер мен лексикалық ауытқуға ұшыраған сөздерді екі бағанға бөліп тез-тез жаза қоясыздар. Мысалға, шаһар деген сөз. Бұл қайсы сөзге жатады? Әрине, лексикалық ауытқуға жатады. Өлеусіреп. Бұл сөз, дұрыс айтасыз, грамматикалық біздің Еуразиялық одақ болашақтың стратегиясы мәтіні, яғни ол ынтымақ, бірлікті қажет ететін одақ, мысалы Еуразиялық одақ дегеніміз. Сол себепті бүгін мен ынтымақ, бірлік туралы мақал-мәтелдер алдым бірнеше. Сол мақал-мәтелдердің ішінен өзіңізге ұнаған 5 мақалды таңдап, неге ұнағандығын түсіндіресіздер. Және сонымен қатар үй тапсырмасына кімдікі күшті деген тапсырма бергім келіп отыр. Яғни өздеріңіз тұрған өңірде бұқаралық ақпараттық құралдарда жарнамаларды қазақ тіліне насихаттайтын агенттік ашылды. Мысал ретінде, сол агенттікке сіз қандай атаулар ұсынар едіңіздер? Ол атауды мақалмен, тұрақты сөз тіркесімен беруіңізге болады. Сол берілетін атаулардың бірнеше нұсқаларын жазып келесіздер.